Сәлеметсіздер ме? Мен 7 Б білім алушысы бітіруші Айназ. Сіздерге Ақселеу Сейдімбековтің «Арманына жеткен алпамыс» ертегісін презентация арқылы ұсынамын. Ақселеу Сейдімбек «Арманына жеткен алпамыс» ертегісі. Ұлтан гүлбаршынды қалыңдыққа алам деп дүркіретіп той жасамақ ниетте халықты жинайды. Сол тойға алпамыста диуана кейпінде келеді. Диуана жағымпаз өлеңдер айтып, тақсырдың көңілін көтеру керек болатын. Бірақ алпамыс ұлтанның жаман адам екенін бетіне басып өлең айтады. Халық диуананың бұл сөздеріне мән бермейді. Диуананың мұнысы ұлтанға жақпайды. Ол нөкерлеріне диуанаға ештеңе бермей қуып жіберуін бұйырады. Шатырда отырған гүлбаршын диуананың тегін адам емес екенін сезіп, мафиядан 8 тілля беріп жібереді. Бұл кезде ұлтан тағы бір дараланып қалғысы кеп, кімде-кім жамбыны атып түсірсе, бәйгесіне қарлығашты беремін деп дарақылынады. Жамбы ілінем дегенше той ұйымдастырушылары айтыс өлең айтуға ақындарды іздейді. Ешкім суырылып шықпаған соң, алпамыс айтысқа шығады. Мұны көрген бадамша да диуанадан қалысам ба деп айтысуға бел буады. Айтыс біразға созылып, алпамыстың зілді сөздерін естіген бадамша сескеніп, айтыстан шығып кетеді. Алпамыс гүлбаршын отырған шатырға кеп тіл қатады. Гүлбаршын алпамысты танып, екеуі қайта қауышады. Осы сәтте алыстан зарлы дауыс естіледі. Алпамыс анасы екенін сезіп, ана мен баласы табысады. Осы сәтте жамбыны атуға диуана шақырылады. Алпамыс садақты шіреніп, жамбыны атып түсіреді. Мұнан әреге шыдамай ұлтанға қаһарлана төнеді. Осы сәтте ұлтанды өлтіруге ұлы жәдігер рұқсат сұрап, ұлтанды найзамен ағашқа қадап өлтіреді. Халық алпамысты танып, мәре-сәре боп қуаныштары қойнына сыймай, Жиделібайсында үлкен той болады. Осылай алпамыс арманына жетіп, бақытты ғұмыр кешеді.